Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді ірімшік қосылып дайындалатын бәліштің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл бәліштің жасалу жолы өте тез және дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Барлық ингредиенттерді төменге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, миксерлеп аламыз. Оның үстіне шекерімізді салып, тағы да миксерлеп аламыз. Оның үстіне ұнымызды салып, және қопсытқышымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл жерде миксер қолданбай қойсаңыздар да болады, венчикпен істеуге болады. Дайын болған қамырымызды массамызға салып, жайып аламыз. Шетіне бортигін шығарамыз. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ірімшігімізге бір жұмыртқамызды салып, қаймағымызды, крахмалымызды салып, блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Мінекей дайын болды начинкамыз. Қамырымыздың үстіне құйып, тегістеп аламыз. Және де әсемдеуге жеміс-жидек қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде малинаның вареньесін қолдандым. Бұлай жасап көрсеңіздер де болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Ірімшік қосылып дайындалған бәлішіміз дайын болды. Келесі кездескенше.